Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романы. Сәрсенбай ауылында Жамал атты қыз дүниеге келеді. Ол молдадан сауат ашып, сұлу да көркем қыз болып өседі. Жамалға жас жігітте сөз салса да, Жамал оған мән бермейтін. Жамал жайлы естіген Байжанбай Сәрсенбайдың үйіне барады. Ол өзінің жаман ұлын Байжанды Жамалға үйлендірмекші болды. Байжанның байлығына қызыққан Сәрсенбай тойға келісімін береді. Жұман жайлы естіген Жамал қатты қайғырады. Біраз уақыттан кейін ауылда жиын той басталады. Жиында көркі бар жігіт Ғали да болады. Ғали мен Жамал көңіл түсіп, сөзі жарасып, бір-бірін ұнатады. Тойдың уағдаласқан мерзімінде жетті. Ұзатылатын күнінде екі ғашық Ғали мен Жамал қашып кетеді. Екеуінің артынан қуғыншылар түседі. Елден қашқан қос жас Ғалидің туыстарының үйін паналайды. Екі ғашықтың бақытты күндерінің бірінде Ғали ауырып дүниеден кетеді. Ғалидің өлімінен соң Жамал Жұманға қосылады. Ол үйде ауыр тіршілік көріп, қарлы түнде қашып кетеді. Тағдырынан ала болған қыз сүйіктісінің мәйітіне барып, Ғалидің қасында көз жұмады.